Балық, лай судан балық аулау жақсылық емес. Таза судан балық аулап жүрген адам қуанышты хабар естиді. Үлкен балық аулау пайда мен жақсылықтың белгісі, кішкентай балық аулау пайда күнемдік. Сазан балық ұстаса үйленеді немесе жақсылық болады. Тірі балықты аулап, оны жеп жатқанын көрсе көп табысқа кенеледі. Тірі балықты жесе, ол адам мал-мүлікке ие болады. Тұзды балық, хайыр және мал-мүлік. Үлкен балық қазына мен байлық, ал кішкентайлары қайғы мен мұң. Қасындағы тәтті тамақты жемей қасындағы сасық балықты жесе, адал әйелін тастап, зина істейтініне жорылады. Теңізде өлген балықты көрсе, арманы орындалмайды. Балықтардың тәтті судан теңізге және теңізден тәтті суға өткенін көру, халық пен үкімет арасындағы келіспеушілікті білдіреді. Кептірілген балық көрсе, қиыншылық болғанда жәрдем алатынын білдіреді. Аспаннан жерге балық түскенін көру уақытының қуанышты өтетініне, балықты тұздау, жүрек ауруына, балықты қуыру, қайғыны білдіреді. Балықтың қылшығын теру кейбір адамдардың сізді алдамақшы болғанына, бірақ жүзеге асыра алмайтынына жорылады. Түсте суда жүзіп жүрген балықты көру жақсы. Ондай түс көрген адам өңінде перзент сүйеді. Теңізде қармақпен таза балық аулағанын көрсе, адалдықпен табылған табыс. Балық сатылатын базар, адал табыс, туған туыстарымен бас қосады. Балық жесең, қанағатсыздыққа кезігесің. Балық ірі, көп болса, ол мол байлық, мал болады. Балықшы үлкен табыстың белгісі. Балықшының теңізде жүргенін көру отбасында болатын қиыншылықты білдіреді. Балықшылардың айғайлап жүруі, үміт еткен нәрселердің орындалмайтынына жорылады. Балықшының суға тұншығуы, жақын арада қауіптің болатынын білдіреді.